Бұл біздің медиа мектебіміз. Бұл жерге бәрімізді біріктірген, болашақта танымал боламыз деген арман. Бұл Кәусар мен Айназ. Екеуі де болашақта актриса болғысы келеді. Бір қызығы бір-бірінің жанында отырып, бір-бірімен әлеуметтік желі арқылы сөйлесіп отыр. Ал бұл Жар мен Искандер. Олар болашақта атақты стример болуды армандайды. Қазір де сол жылда дайындық үстінде телефонда. Ал бұл Ая. Менше ол мейілім болуды армандайтын сияқты. Армандаса екен. Өкінішке орай ол да телефонда. Диас, аузыңды жапшы. Ағай жоқта телефонына қарап ал. Білесің ғой, сабақта телефон ұстатпайды. Телефонымның зарядкасы отырып қалды. Сол жерінде сендерге қарап отыр деймісің? Алло, ағай, жақсы. Ағай 5 минутқа кешігеді. Жиналыста отыр екен. Шуламай отырсын деп айтты. Тыныш отырыңдар. Ағай барда да шулауға болмайды, ағай жоқта да болмайды, үйде де болмайды. Сонда біз қашан шулаймыз? Қыздар, бізге ана трендті түсіретін уақыт келді ғой. Томирис, бізбен түсіресің бе? Сами снимайтесь, у меня что-то настроения нет. Искандер, бізге видео қосуға көмектесші. Бүгін біз Кәусармен Зато деген трендті түсіретін боламыз. Мен бастаймын. Мен Зато, сабағымды жақсы оқимын, төртім жоқ. Ал мен Зато бос уақытымды тиімді өткіземін. Спортпен шұғылданамын. Біреулер сияқты телефон шықламаймын. А мен Зато ата-анамның айтқанын тыңдаймын. Ұрыспаймын, қарсыласпаймын. Ал мен Зато тамақ пісіре аламын. Ешкімді күтпей-ақ өзім жасап ішем. А мен Зато әдемімін, саған қарағанда. Ал мен Зато коттеджде тұрамын. А мен Зато Қыздар, мына трендтің соңы атысқа айналатын сияқты. Соңына дейін түсірсеңдер, жаңа подруга іздеулеріңе тура келеді. Қалайсыңдар балалар? Тыныш, не айқай шу мынау? Не болып жатыр? Орындан отырыңдар тез. Сабаққа салмай ма? Әлде сабаққа дайын емессіңдер. Томирис, мына гүлді екі кабинетке апарып тасташы. Алдыңнан қазір директор апай шығу керек, соған бере ғой, жақсы ма? Қалғандарымыз сабаққа дайындаламыз. Дайынсыңдар ма? Иә. Көңіл күйлерің жақсы ма? Так, балалар, біз бір нәрсені ұмытып кеткенбіз. Бүгін Томиристің туған күні екен ғой, білесіңдер ме? Мә ағай, соны біліктіріп, жаман-гүл беріп жұмсап жібердіңіз бе? Ұятсыз екенсіз. Кәусар, қойшы осындайыңды. Біріншіден дұрыс гүл. Екіншіден 207 кабинетте ешкім жоқ. Өзім кілтіп кеткен әдейі. Так, бір есте қалатындай қылып бір құттықтау керек. Кімде қандай ой бар, кім айтады? Мен айтайыншы ағай. Айта ғой. Бетіне тұртылық тұрайық. Диас, ты что, забыл? Томирис сейчас КГТ занимается. Идея ғой, ұнамаса айтсаңдаршы бірден қорқытпай. Ағай, ең жақсы сыйлық, ол қолдан жасалған сыйлық дейді. Бәріміз бірігіп, от души Маша сүт берейік. Кімде тағы қандай ой бар? Ағай, мен айтайыншы. Или осы жылы құттықтамаққа келесі жылы 2 рет құттықтаймыз. Жоқ, бұл іс-әрекет ұят болады. Бізге бір ол Томиристі әдемілеп құттықтауымыз керек. Не істесек болады? Так. Міне, менде идея бар. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Так, Диас, Сержан, екеуіңді мен пункт шақырып жатыр деймін де, класстан шығарып жіберемін, сендер гүл алып келіңдер. Амир мен Кәусар екеуің торт пен свеч алып келіңдер. Қалғандарыңа ақ парақ қағаз беремін. Сол ақ парақ қағазға достық туралы шығарма жазыңдар деп айтамын. Бірақ сіздер Томириске тілек жазасыңдар. Тек қана Томирис қана достық туралы шығарма жазады. Сосын Диас, гүл мен торт дайын болғасын маған ұялы телефоныма сообщение жазасын. Сол сообщениеден кейін мен Томиристі ортаға шығарып аламын да, шығармаңды оқы деймін. Ол шығармасын оқып бастап жатқан кезде свет жарықты сөндіріп тастаймыз да, торт пен гүл кіреді, бәріміз орнымыздан тұрып, туған күніңді құттықтаймыз. Түсінікті ма? Түсінікті.
Ағай, кабинет жабық тұр екен, бірақ директор апайды сырттан көріп қалдым. Что-то непонятно болып қалды. Білсеңіз дұрыс гүл бермейсіз бе? Айтпақшы, Амир, Каусар, сіздерді медпул шақырып жатыр, бақ келіңізші бар. Сосын. Диас, сержант, сіздерді участковый шақырып жатыр. Естіп қойдық ағай. Диас, баршы. Сержант бәрін түсіндіреді саған. Оны не істейміз, ағай? Балалар, мына ақпаратқа қазір шынайы дос деген кім? Осы сұраққа жауап жазасыздар. Адамның жан досы қандай болады? Өмірде қай уақытта, қай жерде кездеседі? Шынайы достық туралы шағын шығарма жазу керек. Мұқият жазыңдар. Қандай гүл аламыз? Мүмкін қызыл роза, қыздарға қызыл түс ұнайды ғой. Есінде болсын, қызыл розаны жақсы көретін адамына сыйлау керексің. Просто бір үйірмеге қатысатын адамға қандай гүл сыйлау керек сонда? Жүр кеттік, апайдан сұраймыз. Сәлеметсіз бе, апай? Саламатсыңдар ма? Бізге романтичный емес, просто сыныптас қызға гүл керек еді. Мектептік кәдімдігі. Қызықсыңдар балалар. Романтик емес гүл бола ма? Сізге қарапайым, бірақ әсерлі, қымбат емес, бірақ арзанда емес. Түсінікті ғой, апай. Жақсы түсінікті. Міне, осы гүлді ала қойыңдар. О, рахмет, апай. Кішкене скидка жасайсыз ба? Өскенде көп қызбен жетті матчы болған. Сол кезде барлық гүлді сізден алам. Обещаю, апай. Алам. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, апай? Бізге сыныптас қызға торт керек. Өте ерекше, бірақ онша қымбат емес. Бірақ өте дәмді болсыншы. Егер сондай торт бар болса, біз оны бірден аламыз. Миссияларыңыз қиын екен. Арзан, дәмді, қарапайым, ерекше. Қазір мен сіздерге біреуін таңдап берейін. Қараңыздар, мына келетін сияқты. Шоколадты бисквит, ішінде бананы мен, қаласаңдар, үстіне жазу жазып бере аламын. Сосын торт жұмсақ қой, Иә. Неге сұрады? Тұрып бетіне бастырып қалсақ ауыртпасын дегенің ғой. Ал 12 деген свечка бар ма? 12 бітіп қалды, 1-2 деген бар. Онда бізге 1-2 деген цифра свечи беріңіз. Торт ұнаса, келесі туған күнде сізден тапсырыс береміз. Туған күндеріңіз күшті өтсін, сіздерге де рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау. Жарайсыңдар балалар, қаламдарымызды қояйық. Кім дайын ортаға шығып дауыстап оқып берсін? Тамирис, сен дайын сияқтысың ғой. Келші, ортаға шықшы. Жазғаныңды оқып берші. Жарайды. Достық болғасында еш себепсіз болатын адам. Сені түсінетін, сен үшін қуанып, қайғыңды бөлісетін жан. Мына тортқа не болған? Ағай, шыдай алмай жық қойдық. Тамирис, ренжіме. Біз саған осындай тосын сый дайындадық. Біз сені жақсы көреміз. Сені туған күніңмен құттықтағымыз келді. Ендеше арманды ойлап үре қой. Шынын
шынымды айтсам, мен ақ беттің соңына мен шынайы достарым жоқ деп жазған, енді ойымнан бас тартамын. Сенің шынайы достарың бар, Томирис, солай емес па? Мектеп тек білім ордасы емес, ол алғашқы шынайы достықтың басталатын мекені. Дайынсыңдар ма? Томирис, туған күніңмен!